Сәлем достар. Біздің YouTube арнамызға жазылыңыз. Денсаулыққа қатысты қызықты бейнелер, пайдалы кеңестер және жаңа контентті жіберіп алмаңыз. Жазылу батырмасын басып қоңырауды қосыңыз, сонда жаңа бейнелерді алғашқы болып көресіз. Видеоны достарыңызбен бөлісіңіз. Рахмет. Инсульт туралы толық ақпарат. 1. Инсульттің пайда болу себептері. Инсульт – мидың қан айналымының бұзылуы, нәтижесінде ми жасушаларының өлуі. Оның негізгі себептері: артериялық гипертензия, қан қысымының жоғары болуы; атеросклероз, қан тамырларындағы майлы қабықшалардың түзілуі; жүрек аурулары, аритмия, жүректіліксіздігі; қант диабеті, қант деңгейінің жоғары болуы; тұқым қуалаушылық, отбасылық бейімділік; зиянды әдеттер: шылым шегу, алкогольді асыра пайдалану; дұрыс емес тамақтану, майлы, тұзды тағамдарды шамадан тыс тұтыну. 2. Емделу жолдары: дәрі-дәрмек, қан сұйылтқыштар, тромболитиктер, гипертензияға қарсы препараттар; физиотерапия, қозғалыс қабілетін қалпына келтіру үшін арнайы жаттығулар; логопед қызметі, сөйлеу қабілетін қалпына келтіру; психологиялық қолдау, инсульттан кейінгі эмоционалдық жағдайды тұрақтандыру; хирургиялық араласу, кейде қан тамырларын тазалау операциясы қажет болуы мүмкін. 3. Алдын алу шаралары: дұрыс тамақтану, көкөністер, жемістер, балық, дәнді дақылдар; физикалық белсенділік, күніне кемінде 30 минуттық жаттығу; қан қысымын бақылау, дәрігердің тағайындаған дәрілерін уақытылы қабылдау; зиянды әдеттерден бас тарту, шылым шегуден, алкогольден бас тарту; дәрігерге уақытылы қаралу, әсіресе инсульт қаупі жоғары адамдарға. 4. Қандай витаминдер пайдалы? Витамин 6 қан айналымын жақсартады, ет, балық, жаңғақтар; витамин 12 жүйке жүйесінің қызметін қолдайды, жұмыртқа, сүт өнімдері; витамин қан тамырларын нығайтады, цитрустар, болгар бұрышы; витамин кальций алмасуын реттейді, күн сәулесі, майлы балықтар; антиоксиданттар, Е дәрумені және селен, жаңғақтар, дәнді дақылдар. Инсульттың алдын алу үшін салауатты өмір салтын ұстанып, тұрақты медициналық бақылауда болу өте маңызды.